Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының автоматтандырылған жұмыс орны жүйесіне қош келдіңіз. Бұл бейнеде құжаттарды түзету тәртібі қарастырылады. Егер құжатты жүктеу немесе автоматты түрде қалыптастыру кезінде қате деректер, ескірген файлдар немесе мазмұндағы қателіктер анықталса, оларды жүйе ішінде түзетуге болады. Егер өтінім әлі аяқталмаған болса, оны өңдеу мүмкіндігі сақталады. Ол үшін аяқталмаған өтінімді ашып, форма толтыру кезеңіне өтіңіз. Оң жақтағы форманы өңдеу батырмасын басыңыз. Ашылған нысанда қажетті түзетулерді енгізіңіз. Қате немесе өзекті емес ақпаратты жаңартыңыз. Қажет болса, бұрын жүктелген файлдарды өшіріп, жаңа файлдарды тіркеңіз. Барлық өзгерістер енгізілген соң келесі қадам батырмасын басыңыз. Жүйе енгізілген деректерге сәйкес жаңа құжатты автоматты түрде қалыптастырады. Жаңартылған құжатпен танысып шығыңыз және белгіленген тәртіп бойынша оған ETS арқылы қол қойыңыз. Қол қою сәтті аяқталған соң өтінім өңдеудің келесі кезеңіне өтіп, белгіленген маршрут бойынша жұмыс жалғасады.